Быйыл ел президентінің бастамасымен елде бірқатар реформалар жүзеге асырылып жатқаны белгілі. Соның бірі салық заңнамасындағы жаңашылдықтар мен өзгерістер. Мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы Гүлмира Сабралимова бөлшек салықтың арнаулы режиміне енгізілген өзгерістер туралы ақпараттық түсіндірме жұмысын жүргізді. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап бөлшек салықтың арнаулы салық режиміне өзгерістер енгізілді. Бөлшек салықтың арнаулы салық режимі төлем көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда корпоративтік немесе жеке табыс салығын есептеудің ерекше тәртібін көздейді. Бөлшек салық ставкалары 4% Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде салық кезеңі үшін алынған барлық кірістер бойынша және 8% кәсіпкерлік субъектілеріне тауарларды өткізуден, қызметтер көрсетуден алынған кірістер алынады. Сондай-ақ бұл ставканың мөлшері төмендетілмейді. Бөлшек салықтың арнайы салық режимі төлем көзінен ұсталатын салықтарды қоспағанда корпоративтік немесе жеке табыс салығын есептеудің ерекше тәртібін көздейді. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап бөлшек салықтың арнаулы салық режиміне ауысуға өтініш білдірген қосылған құн салығы төлеуші болып табылмайтын салық төлеушілер 1 мамырына дейін мемлекеттік кірістер органдарына хабарлама ұсынуы қажет. Арнаулы салық режиміне ауысуды жариялаған қосылған құн салығын төлеушілер хабарлама берілген күннен бастап 1 мамырға дейін қосылған құн салығын төлеушілерді тіркеу есебі туралы салықтық өтініш ұсынуы қажет. Бөлшек салықтың арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілер декларацияда көрсетілген салықтарды бюджетке төлеу салықтық кезеңнен кейінгі 2 айдың 25-нен кешіктірілмей жүргізіледі. Ардана Серікқызы, Мейір Асхатұлы, Алтай ақпарат.